Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өзім жасайтын горох сорпасының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Каналыма тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Мен тауық етін қолданамын. Оны жақсылап жуып, салқын суда қайнатып аламын. Қайнаған соң көбіктерін алып тастап, бір дана пиязды қосып, дәмін шығару үшін қайнатамын. Піскен етімді бөлек алып, ұсақтап турап, дайындап қоямын. Горохтың осындай жартылай бөлінген түрін қолданамын. Жақсылап жуып, қайнаған сорпамыздың үстіне салып, 30-40 минуттай жай отта қақпағын жауып қайнатасыздар. Арасында шыққан көбіктерін толығымен алып тастап отырыңыздар. Көбік көп бөлінсе қорықпаңыздар. Осылай горохымыз езілмей, ұнтақталмай пісіп дайын тұрған кезінде сәбіз бен картопымызды қатты ұсақ етпей турап, сорпамыздың үстіне салып, сәбізіміз дайын болғанша қайнатамыз. Жай отта қайнатасыздар, астын қатты қойып қоймаңыздар. Тұз, паприка және қара бұрышты салып, тағы да 10-15 минутқа жай отқа қойып қоямыз. Осындай горохы езілмеген өте дәмді сорпамыз дайын болды. Ал сіздерге ас болсын.